Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Қазақстанда болып жатқан жұлдызды жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арна төмендегі бір ғана лайк және подписчиктерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Әлеуметтік желіде Жазира Бауырбекова салтанатты өмір сүргендігі болып жатқан жаңалықтармен бөлісті. Ол өзінің интервьюсында оған берген сұрауға таң қалғанын айтты. Жазира әпше, осы сіз бақыттысыз ба, әлде шүкіршілікпен өмір сүресіз бе деген сұрау қойды. Мен біраз ойланып қалдым. Соң ол өзі, сіз көбінше шүкіршілікпен өмір сүретін сияқтысыз деп өз сұрауына өзі жауап берді. Бұл сұрау мені күндер бойы мазалап келеді. Адам бақытты болу үшін ең әуелі өзінің салтанатты сүріп жатқан өміріне шүкіршілігін білдіру керек екен. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз. Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Қазақстан және жаһанда болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арна төмендегі бір ғана лайк және подписчиктерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Түркістанда лауазымды тұлға әріптестеріне сыйақы ретінде берілген 5,5 миллион теңге тұратын өзенгені өзі жинап алған. Ветеринария басқармасының ветеринариялық қызмет басшысы Бақытжан Бекманов 111 қызметкерден сыйақы ретінде төленген 5,5 миллион теңгені жинап алған. Осылайша ол қызметтік өкілетін асыра пайдаланғаны үшін кінәлі деп табылды. Сот үкіметі Бекмановқа 3 жыл 6 ай мерзімінде бас бостандығынан шертті. Сондай-ақ мемлекеттік қызметте лауазымды қызмет атқару құқығы өмір бойына айырылды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.